Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін қысқа дайындық құлпынайдан тосап дайындаймыз. Біз құлпынайдың осындай ұсақ сортын таңдап алдық. Бұл сорты өте дәмді, вареньяның дәмі ерекше болады. Құлпынайларымыздың барлығын тазартып, жуып, кептіріп, ыдысқа салып, үстіне қантымыз салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Құлпынайларымыздың барлығын толықтай езбейміз, орталарында түйіршіктері қалу қажет. Ыдысқа салып, қалақшаның көмегімен вареньямызды араластырып, қантын толықтай ерітеміз. Ергеннен кейін сіздерге қандай ыдыс ыңғайлы, соған құйып аламыз. Маған осы ыдыс ыңғайлы болғандықтан тосаптарымды барлығын құйдым, және мен зип пакет таңдадым. Зип пакет қатыруға өте ыңғайлы. Мұздатқышта осыған вареньяларымызды салып, ортасындағы ауасын шығарып, жақсылап бекітеміз. Бұл вареньяның витаминдары сол күйі сақталады, және әртүрлі тәттілерге қоссаңыздар болады, смузиларға қоссаңыздар болады, және бұны мұздатқышта қатырып қоямыз. Сіздер де осындай пайдалы варенье тосап жасаңыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.